Қайырлы күн достар, бүгін сникерс пирогының ең оңай рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен 2 жұмыртқамызды, 100 грамм сары майымызды, қантымызды салып, былғап алып, оған ұнымызды, разрыхителімізді салып, әбден араластырып, ары қарай қолымызбен қамырымызды жасап алатын боламыз. Бұл жерде және де міндетті түрде какао қосамыз, өйткені сникерс пирогы болғаннан кейін бізде шоколадный қамыр шығуы керек. Дайын болған қамырды холодильникке салып қоятын боламыз 15-20 минутқа. Формаға алдымен осылай ұн сеуіп алдым. Ұн сепсеңіздер, пирогтарыңыз формадан өте жеңіл түсетін болады, ешқандай жабыспайды. Енді осылай қамырымызды жан-жаққа жайып алдым. Одан кейін осылай вилкамен тегістеп өттім. Орталарын жаңағыдай тесіп өтсеңіздер, қазір құятын салмасы сол кезде біркелкі пісетін болады. Енді бізге салмасына 300 грамм ірімшік, яғни творог керек болады. Оған 2 жұмыртқа қосатын боламыз. Ванилин қосып, және де 100 грамм қаймағымызды қосып, әбден араластырып алатын боламыз. Жаңағы араластырған кезде венчикпен немесе айырмен араластыруларыңызға болады. Ең бастысы ешқандай ірімшіктің түйірі қалмауы керек. Осылай формамызға құйып, 30-35 минутқа 180 градусқа жаңағы пешімізге салатын боламыз. Пирог пісіп шыққанша шоколадымызды алып 100 грамм, бұл жерде менде альпенгольд, оған сары май немесе сливки немесе сүт қосуға болады. Оны микроволновкада ертіп алып, осылай 50 грамм соленый арахисті қосып, әбден араластырып, пирогтың бетіне жағып алдым. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, 5 минутта 5 шайда жоқ болатын сникерс пирогы. Рецепт ұнаған жағдайда подписация етіп, комментарий жазып, лайк қойып кетіңіздер. Көп-көп рахмет.